үлкен, құрметті бизнес әріптестер, құрметті замандастар, қадірлі отандастар. Біз сіздерге өзіміздің телефонымыз өзімізге қандай табыс тауып жатырғанын мақтану сериясын жалғастырамыз. Міне мен қазір сіздерге өзімнің кошелегіме түсіп отырған, ешкімді шақырмасам да түсіп отырған смарт контрактыдан түскен табысты көрсетіп отырмын. Міне 0.0191. Тек қана нөлдер тұр, өздеріңіз байқасаңыздар, 0.0191 деген сияқты нөлдер тұр. Бірақ сол нөлдердің өзі бізге не деген ақшаларды алып келіп жатыр. Мысалы 0.0191 деген цифраны қараңыздар, астында $137 деген қараңыз. $137 қанша теңге екенін білу үшін міндетті түрде жаңағы калькуляторға саламыз. $137-ды калькуляторға саламыз. $137-ды көбейтеміз 464-ке. Бүгінгі таңда доллардың курсы 63.568. Мысалы, мен үйде отырмын, ешқайда жұмыс жасамаймын. Соның өзінде менің телефоным маған 63.000 теңге тапты. Яғни, біздің телефон әлемдегі теңдесі жоқ платформадан ешкімді шақырмасақ та өзімен өзі бізге табыс тауып жатыр. Себебі біздің телефонымызда әлемде теңдесі жоқ, қайттан қайталап айтам, 2 приложение бар. Оның біреуі Ultima Wallet, біздің Каспи сияқты приложение, яғни Каспи сияқты біздің кошелегіміз. Енді біздің Қазақстанда Каспи банк қой, енді алдағы лидирующий банк, приложение Каспи бізге қазіргі таңда табыс беріп жатырған. Мен өздеріңізге көрсеттім. Ultima Wallet біздің Каспи сияқты, Ultima Farm деген. Бұған енді ешқандай площадка жоқ, пока теңдеу айтатын. Сондықтан бұл әлемде теңдесі жоқ площадка деп айта берсем де болады. Яғни, осы Ultima Farm приложениесінің ішіне кіреміз. Бұндай приложение Play Market пен App Store арқылы тартып аламыз. Ары қарай толық функциясын пайдалану үшін біз осы өнімді нарыққа ұсынып жатырған Алекс Райнхарттың сайтына кіріп, ultimafarm.com деген сайтына кіріп, өзімізге жаңағы цифровой сертификат сатып аламыз, лицензия сатып аламыз, рұқсатнама сатып аламыз, бір сөзбен айтқанда. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, менде доступный баланста 0.0054 монета түсіп тұрған екен. Алдыңғысын жібергенімді доступный балансқа түскенді не қылмаған ғой, тартып алмаған ғой. Мен қазір кошелектағы тұрған монетаның бәрін осы жерге алып келіп, біратылақ қосып жасайын деп жатырмын. Өздеріңіздің көз алдарыңызда есте сақтап қалыңыздар 0054-ті. Ары қарай, мысалы менің смарт контрактыларым, міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Бүгінгі таңда, бүгін неші, 22-сі ме? 22-сі, бұйырса 22-сінен ары қарай түсіп бастайды екен. 22-сіне дейінгі смарт контрактыларым бойынша маған табыс түскен ғой. Мен 24-не түсу деген, мен 22-сіне 21-дегі смарт контрактылар. Міне менің смарт контрактыларым қай күнгі түскенін мен сіздерге демонстрациямен көрсетіп жатырмын. Осы күнгі смарт контракт, даже 19-дағысы да түсіпті. 19-ы, 18-і бәрі, енді майда-шүйда смарт контрактыларды көп қылып аша берген ғой мен. Солардың бәрі жинақталған ғой. 17-сінен бастап, мысалы мен 17-сінен бастап ашқан жоқпын, бәрі топталып түссін. Одан кейін крупный қылып смарт контракт ашам деп, міне бізде таңдау бар. Ана түскен смарт контрактыны уже азсынып, топтап, көбейтіп, үлкен смарт контракты ашайын деп біз еще таңдап отырмыз. Көрдіңіз бе? Керемет платформа бізге таңдауға мүмкіндік беріп жатыр. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай қанша смарт контрактым бар, осы смарт контрактылардың барлығы маған ашылған күннен бастап 12 ай жұмыс жасайды. Міне мынау смарт контрактының менің алғашқы табысымды алып келіп отыр екен. Ол как раз 14 август күні екен. Көрдіңіздер ме? Бір жылға біз монетаны заморозкеге қалдырамыз, яғни сіздің салған ақшаңыз. Мысалы, енді қалай смарт контракты ашу, ол деген не, оның бәрін мен сіздерге келесі видеода міндетті түрде түсіндіретін болам. Дәл қазір осы видеода өзімнің жаңағы кошелекқа түскен ақшамды жаңағы өзімнің фермама қайттан салайын деп отырмын да. Пополнить my farm дегенді басамын, адресті аламын мына жерде, сөйтемін де Ultima Wallet деген приложениеге барамын қайтадан. Бұл менің кошелегім, бағанағы түсіп тұрған смарт контрактлар мыналар бар ғой. Соны жаңағы толтыруым керек. 2 жолмен толтыруға болады. Пополнить деп бассам өзі автоматически кетеді. Болмасам жаңағы адреспен жазып жаңағы толтырсам болады. Мына жерде пополнить басып жібере салайыншы, адреспен толтырып жүремін ба сол.
маған айтып отыршы 0191 ар жағында сатошықтарын айтып отыршы 0191 61 78 дұрыс жазып жатырмын ба? Мен просто до конца көрмей тұрмын да. 61-78 сіз 73 болып қой. 72. Осылай барлық мына сатошықтардың бәрін жазып алдым да. Далее деп басам, ары қарай өзінің процентін ұстап қалады. Мына жерде далее деймін. Менің ақшам уже фермаға түседі, моментально ғой, моментально түседі. Мен жібердім, бір секундтардың ішінде түседі. Маған көрсетіп тұр, осынша ақша кетті, мынанша ақша жаңағы мына адреске түседі деп айтып жатыр маған. Мынау ақша емес негізі. Бұл ID. Сол кезде очередь деген сөз ғой. Менің ID-ім ғой мынау. Менің ID-ім мынау адрес. За каждый транзакция осынша монета ұстап қалады деп көрсетіп жатыр. И подтвердить деп жатыр. Подтвердить дегенді басамын. Бұл менің монетам түсті. Ары қарай окей, поздравляю деп тұр. Ары қарай мен валетке кіремін. Өздеріңіз көз алдарыңызда 0 болды. $7200 болып тұр қазіргі таңда монетаның құны. Керемет коррекцияда біздің монетамыз, сондықтан алам, көбейтемін деген әрбір партнерларға керемет мүмкіндік. Егер сіз жаңадан енді тыңдап отырсаңыз, міндетті түрде бізге шығыңыз, себебі сізге біз осындай мүмкіндіктердің көзін көрсету, үйрету арқылы өзіңіздің кіріп кеткен дағдарысыңыздан алып шығамыз. Біздің мақсатымыз, адамдар дағдарысқа өзі кіріп кетеді, өзінен өзі жүріп кіріп кетеді, өзі білмей қалады қалай кіріп кеткен. Сөйтеді, қалай шықсам екен деп жүреді. Біз соның шығу жолдарын көрсетеміз. Себебі біз өзіміз де солай, өзімізден өзіміз жүгіріп кіріп кеткен адамдармызда, біз сіздердің жағдайларыңызды түсінеміз. Сондықтан біреудің жағдайын түсіну үшін соның орнында бола білу керек қой. Біз енді сіздердің орындарыңызда болған адамбыз. Сондықтан сондай дағдарыстан өзімізді өзіміз алып шыққан адамдармыз. Сондықтан біз сіздерге қазіргі таңда өзіміздің жаңағы тәжірибемізден өткен, тестілеу режимінен өткен, әлемде теңдесі жоқ Ultima Farm площадкасының өздеріңізге мүмкіндіктер сериясын таныстырып жатырмыз қазіргі таңда. Міне менің монетам уже түсіп қалды. Бағана 0054 еді ғой. Қазір уже 02-де 40 болып тұр. Өздеріңіз үстінен бассаңыздар қалған сатошықтар көрініп тұрады осылай. Міне. Осылай көрініп тұрады барлығы. Енді қараңыздар, осыны мен смарт контракт ашып, получить профит деген кнопканы басу арқылы, смарт контракт деген получить профит деген кнопканы басу ғой. Ползунокты қимылдатамыз. Мынаны қимылдаттым, подтверждаю деген кнопканы басайын деп отырмын. Подтверждаю деп, біз өзімізге ары қарай кезекті смарт контрактымыз ашылды. Осылай біз өзімізге кезекті смарт контрактымызды ашып отырмыз, құрметті экранның ар жағындағы болашақ біздің бизнес әріптестер. Біз осылай үйде телефонның кнопкасын сермеп, басып, почти что үйде отырып табыс тауып жатырмыз. Енді айтайын дегенім, үйден қозғалмай деген сөзді айтқым келіп тұр ғой сіздерге. Дәл қазір маған кезекті смарт контракт ашылды. Менің смарт контрактым монетам 1 жылға заморозкаға кетеді. Мен 22 августке дейін аралығында 1 жылға заморозкаға кетті. 21 сентябрьден бастап алғашқы маған монеталар түсіп бастайды. Өзімнің кезекті смарт контрактымды аштым. 12 ай жұмыс жасайды, әрбір смарт контракт сөйтеді. 12 айдан кейін маған мынау замороженный монета бар емес пе, сол кошелекқа қайтадан келіп түседі. Осылай керемет әлемде теңдесі жоқ өнімде табыс тауып жатырмыз. Егер сіздер де осылай біз сияқты табыс тапқыларыңыз келсе, күдіктеніп, біреуге менің ақшамды алып жоқ болып кетеді-ау деген подозрительный көзбен қарап отырсаңыздар, пока отыра тұрасыздар. Жоқ, мынау ел жұрт табыс тауып жатыр ғой, неге мен өзімнің білімімді дамытпасқа деп өзіңізге сұрақ қойып, бізбен бірге біздің площадкаға қосылу ниетіңізде болып, осы видеоны сізге біреу жіберіп тұрған болса, біздің командаға қосылып ертерек сіздің де телефоныңыз өзіңізге тоқтамайтын табыстың көздерін алып келетін мүмкіндікке қол жеткізіңіздер деп айтқымыз келеді. Видео ұнап жатса лайк, ұнамай жатса дизлайк, өздеріңіз туралы ақпаратты комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде біздің қолымыздағы телефонымыз бізге табыс тауып жатырғанда, сіздердің де қолдарыңыздағы телефондарыңыз тек қана сізден ақша ала бермесін, сізге ақша алып келсін деген ниетпен осындай кереметтей платформаның мүмкіндігімен таныстырып жатырған жайымыз бар. Сондықтан мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, барлығы өз қолдарыңызда. Міндетті түрде осы жіберген адамға хабарласа отырып, өзіңіздің телефоныңызды жұмысқа салыңыздар деп айтып келеді. Себебі біздің қазіргі телефонымыз біз үшін жұмыс жасап жатыр. Ал сіздердің телефондарыңыз сіздерге жұмыс жасап жатыр ма деген сұрақтың жауабын
комментарийға қалдырып кетіңіздер.